неге кешіктің? Жастықтың бұрышынан басымды соғып алып, 2 сағат бойы есімнен танып қалдым. Әкімшілікте хатшы болып істейтін бір келіншек кішкентайлы болады. Бала әкімнен аумайтын көрінеді деген қауесет елге тарап та үлгереді. Әкім көмекшісін шақырып алады да, әлгі баланы барып көрш, маған ұқсай ма, ұқсамай ма, соны анықтап кел, деп қоя береді. Жедел келіншектің үйіне барып қайтқан көмекші мынандай хабар алып келеді. Басеке, бала сіздің аузыңыздан түскендей, өзі доп-домалақ, шашы жоқ, ештеңе түсінбейді, және де бостан-босқа жылай береді екен, депті. Сәке, сенің 2 мерседесің болса, біреуін маған берер ме едің? Әрине. Ал егер сенің 2 яқтаң болса, біреуін берер ме едің? Әрине. Ал егер сенің 2 тауығың болса, біреуін берер ме едің? Бәке, бұл әділеттік емес. Сен менің 2 тауығым бар екен, жақсы білесің. Күйеу жұмыстан келіп әйеліне: қалың қалай жаным? Бәрі жақсы, қымбаттым. Борщ пісірдім, котлет қуырдым, терезелерді сүрттім, балалардың кірлерін жуып тастадым. Міне енді нәски тоқып отырмын. Ал егер ертеңде интернетке ақша төлемесең, жауыз, мен сені өлтірем, дейді. Студент емтихан тапсыруға келіп тұр. Оқытушы: билет алыңыз. Ағай, менде проездной ғой. Қонақтар анда-санда үйде жинап тұру үшін қажет. Дәрігердің бөлмесінен науқас кіреді. Геморрой. Дәрігер: шалбарыңыз шешіңіз. Шешеді. Еңкейіңіз. Еңкейеді. Ешқандай да геморройыңыз жоқ. Науқас: жоқ, менің тегім геморрой. Негізінде азу тісім ауырады. Онда маған несіне келдіңіз? Мен стоматолог емес, проктологпын. Білмей қалдым. Дәрігер: онда неменеге шалбарыңызды шештіңіз? Деп сұрапты. Сөйтсе науқас: қайдан білейін? Сізді тісімнің түп тамырын қарайтын шығар деп ойладым, деген екен. Шудан қыз алған бір жігіттен: әйеліңнен қорқасың ба? Деп сұраса, әлгі жігіт: неге қорқуым керек? Қорқпаймын. Тамақ пісірдім, полды жудым, шаңды сүрттім, ыдыс-аяқты жуып тастадым. Смело жүрем ғой, депті. Бала әкесіне жақындап: әке, қыдырайық, шана тебейік, деп қоймапты. 1 сағаттан кейін әкесі кішкентай баласымен серуендеуге шығады. Ұлы: әке, мен сенімен енді ешқашан шана тебуге бармаймын. Көп сөйлеме, тезірек қозғал. Елордада бір жігіт көлік кептелісінде тұр екен. Кенеттен біреу терезе қағады. Ол терезені ашып: не керек? Деп сұрайды. Лаңкестер премьер-министрді кепілге алып, $10 миллион талап етіп отыр. Әйтпесе үстіне бензин құйып өртеп жібереміз депті. Кім қанша ақша береді деп, көліктерді аралап шығуды жөн көрдік. Жарайды, 5 литр бер аламын.